Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қалымова Ұлпан Тілеубек қызы. Мен қайнар білім беру және осы уақытты қамту кешенінде қосымша білім беру педагогы болып жұмыс істеймін. Мен 5-6 жастағы балалар арасындағы Балбұлақ шығармашылық интеллектуалдық студиясында қоршаған ортамен танысу пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы нан дастарханға қалай келеді. Мақсаты нанның дастарханға қалай келуімен таныстыру және де нанды қастерлеуге тәрбиелеу. Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйіміз қалай? Жақсы балалар. Міне балалар, бұл тақтада көріп тұрғандай, нені көріп тұрмыз біз? Нан. Я? Нан дастарханға қалай келеді? Бәріміздің үйімізде нан дастарханда ең бірінші аналардың дастарханға нанды бірінші келеді ғой, солай ғой? Ендеше, бұл нан бізге дастарханға қалай келеді? Сол жөнінде қазір біз таныс боламыз. Балалар, алдарында жатқан тапсырмалармен қазір жұмыс жасаймыз. Әрқайсың бір-бірден ала қойыңдар. Нанның дастарханға келу реті, яғни ол қандай еңбекпен келеді нан. Ал қараймыз, кәне. Бірінші, кім сөйлейін дейді? Айзере бірінші сөйлейді. Жоқ, Айзере тұрады. Рет-ретімен сөйлейге. Ең бірінші кім сөйлейін дейді? Мен. Ал сөйлей ғой. Исмаил. Бірінші қайда? Не істейді? Ода көктем мезгілінде алады. Трактор жерді дайындап, не істейді? Жыртады, дайындап, я? Жақсы, екіншіден кім сөйлейін дейді екінші? Мен. Ал айта ғой Айсара, екінші. Көзде оны алады. Екінші, яғни ол, дән себеді, диқаншылар балалар екіншіден дән себеді. Үшіншіден, тақтада тұр, ма? Алдарында да бар. Үшіншіден, кәне, айта ғой, тез Айзере. Сосын бұл өседі. Қай мезгілде өседі? Егін. Күзде. Жоқ. Жазда. Қарашы қандай бәрі сары болып тұр, Көз мезгілінде өседі. Төртіншіден, кәне. Төртіншіден, кім айтам дейді? Абухайыр айта ғой. Төртіншіден, қандай көлік жинап алады егінді? Комбайн жинап алады, оны орып жинап алады. Жақсы. Бесіншіден балалар, айта ғой, Аделя. Бесіншіден комбайн оны неге салады? Айта ғой. Жүк машинасына салады. Әрғарай. Алтыншыдан келесі. Әрғарай. Кәне, Айза айта ғой. Алтыншы, оны қайта келеді? Астықты, жиналған, бидайды. Элеватор, Элеваторға келеді. Келесі жетінші. Мөлдір. Жетінші. Айта ғой жетінші. Сосын дайын нанды, ұнды, яғни наубайханаға әкеледі, сол жерде нанды. Не істейді наубайханада? Пісіреді. Нанды пісіреді. Сосын ол пісірілген нанды қайда апарады балалар? Дүкенге. Ал дүкеннен кім алады? Кімдер? Адамдар. Сөйтіп нан біздің дастарханға осылай келеді екен. Осындай көптеген адамдардың еңбегімен, зор еңбегімен келеді екен дастарханға. Жақсы балалар. Бұл тапсырманы аяқтаймыз. Келесі тапсырмамызды орындаймыз балалар. Бұл балалар кинезологиялық тапсырма. Бұл жерде біз екі қолмен жұмыс жасаймыз. Маркерді алыңдар. Маркерді аламыз. Аш. Екі қолмен жұмыс жасаймыз балалар. Таласпаймыз, бәріңе жетеді. Отырамыз. Балалар, тақтаға кім шыққысы келеді? Тақтаға кім шыққысы келеді? Келе ғой, Айзерем, тақтаға шыға ғой. Айзере, келе ғой. Екі қолмен біз штрихталған нан суретін не істейміз? Бастырамыз, баса ғой. Екі қолмен, бір мезетте. Ортасынан бастай ғой, екі қолмен. Екі қолмен, мына қолмен бастап. Жүргіземіз, штрихпен. Бастыра ғой.
Әдемі ғой. Так, істеп жатырмыз ғой балалар. Екі қолмен жұмыс жасаймыз балалар. Бір мезетте екі қолмен. Ал баста. Екі қолмен, бір мезетте екі қолмен жұмыс жасаймыз. Бұл кинезиологиялық тапсырма балалар. Жарайсың, Айзере, отыра ғой. Келесі. Отыра ғой, орнында істей бер. Келесі балалар. Так. Келе ғой, мөлдір. Жылдам, келе ғой. Кел, мөлдір. Тұра берсін, жүре отыр. Тақтаға шығамыз. Екі қолымен бір мезетте біз нанның, яғни бұл тоқаштар, иә? Қандай тәтті тоқаштар. Екі қолымен де болатымыз. Бастырамыз. Тамаша. Я жылдам, шапшаң сыйлай, жарайсың. Астыңғы жағын саламыз. Жақсы. Қозғала беріп тұр ғой, на? Бастыра ғой. Шапшаң, жылдам бастырамыз. Осылай. Жақсы, отыра ғой, мөлдір. Қалған басқа ғой. Жақсы балалар. Кәне, көп қалай істеді? Тамаша, екі қолмен жұмыс істейміз. Бір мезетте екі қолмен. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Жақсы. Балалар. Енді келесі балалар. Жақсы. Бұл тапсырманы аяқтаймыз, е? Жарайсың, Айзере. Келесі тапсырмамыз балалар. Бұл мнемотехниканы қолдану дейді балалар. Қараңдар, бұл мнемотехниканы қолдану арқылы біз сендермен өлең жаттаймыз. Қарайықшы бәріміз тақтаға. Міне балалар, нан, суретке қараймыз, Айзере. Нан қиқымын баспаңдар, жерде жатса. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса, баспаңдар. Теріп алып, қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Кәне? Келе ғой. Абухайыр. Кеш тақтаға. Кел. Тақтаға, жылдам, кел ғой. Біз суретке қарап, өлең жаттаймыз. Нан туралы өлең жаттаймыз. Кәне, бірге айтайық. Нан, қоқымын, шашпаңдар. Жерде жатса, баспаңдар. Теріп алып, қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Жақсы, отыра ғой. Келесі кім айтам дейді? Айлин, келе ғой. Кес. Өзің айт көрші, Айлин. Нан. Қоқымын. Шашпаңдар. Жерде жатса. Баспаңдар. Теріп алып қастерлеп. Торғайларға тастаңдар. Жақсы, отыра ғой балалар. Балалар, осымен біз сендермен нанның қалай келетінін, біздің дастарханымызға қалай келетінін таныстық. Бәріміз қараймыз. Енді нан, балалар, нанның түрлері, қандай түрлері бар? Қарайықшы. Қандай түрлері бар нанның? Бауырсақ, иә? Жақсы балалар, ендеше. Иә, батон, иә, бидай. Иә, жақсы балалар, қараңдаршы. Осылай, иә, балалар, нан осылай өте сондай қиындықпен келеді екен, қаншама адамның еңбегімен келеді екен. Түсінікті ғой? Ендеше нанды біз не істеуіміз керек? Қастерлеуіміз керек. Жерде жатса баспауымыз керек. Не істейміз? Нанның қоқымын көрсек, торғайларға тастауымыз керек. Түсінікті ме балалар? Жақсы. Сендерге көп рахмет балалар. Осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды.